Сәлем достар, бүгін біз жеті шелпек пісіреміз. Ол үшін ұнға сода, тұз, қант саламыз. Одан кейін еріген сары май. Бәрін араластырамыз. Одан кейін айран қосамыз. Бәрін араластырамыз, қамыр илейміз. Енді пищевой пленкамен бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымызды жарты сағаттан кейін өстіп илеп, 7 бөлікке бөлеміз. Шелпегімізді жаямыз. Ыдысымызға жабыс қалмау үшін майлықтың үстіне қойып, бетін жабамыз. Қуырып жатқанда көтеріліп кетпес үшін ортасын тілеміз. Одан кейін көп мөлшерде қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Өте керемет болып шығады, жұмсақ әрі тәтті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Рахмет.